алматы ең алғашқы махаббатым, шығарған дін Мұхаммед атаматын. Алматыға келдік, осы жерге орналастық. Мынау біздің двор. Магазинде алмай жүрмін енді, бар ғой. Кімнен сұрасам екен? Мына охранниктен сұрайыншы. Ассалаумағалейкум. Магазин сұрайыншы ма? Сен қалайсың? Аллаға шүкір, өзі қалай, амансың? Сізді ойлаған жоқ қой мына ойбай. қалайсың Сәке, амансың? Жайлап, амансың өзі? Бәрі жақсы ма? Жайлап. Сәкең Алматыға келіп, мен сізді Алматыда келсем деп ойлаған жоқпын. Сен осы камерамен туылған сияқтысың, осыны тастамайды екенсің. Сіз не мына жаққа келіп охранник болып кеткенсіз бе не, күзет? Осы күзеттеміз, охранадамыз қазір. Көше? Иә? Балдарды охранять етеміз өзі. Анау сіздің балдарыңыз ба? Иә, үлкен балам баласы ғой. Осылар мына Алматыдан бір қыдыртып, демалтайын деп шақырдым ба десем, осылар бағуға шақырған екен мен. Осыларды қараймыз. Қалайсыз, денсаулығыңыз қалай? Жайлап, аманбыз әйтеуір осы. Баланы қараймыз. Мына баланың киімдері ғой, бала охранада істеген ғой, сол симай қаласы маған беріп қойған. Үйде жатыр, новыймен киіп алдым осы. Мәка, сізді көргенде өте қуанышты болып тұрмын. Ауыл қалай, аман ба? Күшті, тамаша, бәрі кайф. Анау кімнің Рукиевтің баласы, Фен үйленген дей ма? Рухибек не саған? Анау ауылдың шетінде тұратын Нұрбек құрдасым 69-да. Көшен баса тұратын ба? Иә. Неге Рухибек? Ұйықтағанда постоянно былай ұйықтайды, Рукиевтің дейміз. Фен дейсіз ба баласы? Фен дейтін баласы үлкен баласы. Асқар ғой Фен. Иә. Неге Фен? Постоянно кептіріп кетеді дейтір, бірдеңе айтады. Ойбай аға тек бетіне батыр кептіріп кетеді. Ойбай. Сәке. Қош келдің, үйге кіре, жүре, шай қояйық. Сіз осы жерде тұрасыз ба не? Осы үй тұрамын, осы жерде тұрып отырмын. Мен де осы дворда тұрамын негізінде. Көше? Иә? Бұл да жақсы болды ғой, тұр. Әңгіме соғатын адам бар. Мына жақта адам жоқ, қарашы, көріп тұрсың. Кірем, балдар мыналармен сырласып, бүкіл сырымды айтамын. Мыналар түсінбейді, маған қарап отырып. Мен сіздің осындай әзілдеріңізді сағынып қалдым Сәке. Жақсы болды я мынау. Онда мен орналасам ба? Кештер сізге хабарлассам, онда келіп тұрамын осы жерге. Кептіріп кетпеші, ініме. Сәкеңе барып қайтайын, не істеп жатыр екен? Мінекей Сәкең. Мына жақта отыр ғой. Иә. Сен енді былай қара, сен мынау залың ғой, залың. Сәке, ассалаумағалейкум, қалайсыз, амансыз ба? Залдан шығарасың да мына жаққа. Сен мына залдан кейін мына жерден бір бөлме таста да, одан кейін кухня қылып жібер. Сосын ана жерге тұрба салма ертең. Күн сайын ертең ванна ауыстырмайсың ғой, шашың түскен сайын елулік тұрбамен. 100-лік салып жібер сразу. Қатты. Давай, соны бәрін айту керек пе енді? Давай, хорошо. Ассалаумағалейкум, Сәке, қалайсыз? Қалайсың? Абайла. Не болды? Мынау дейтін біреудің үйі ғой. Залына кіріп кетті ғой, телевизор қарап отыр ғой. Қалай, шек, амансың ба? Денсаулық қалай? Қалайсыз, денсаулығыңыз қалай? Жайлап, амансың. Мынау ауылдан звонып отыр ғой. Кім звонып отыр? Снайпер ғой үй салып отқан. Снайпер үй салып отыр. Мынау үй. Снайпер кім? Ана көршісі мен 2 үйден кейін тұратын. Қайрат қой? Иә, Қайрат. Неге снайпер? Ана постоянно күнге қарсы көзін қысып жүреді бүйтіп барам. Снайпер деймін. Үйреніп қалған анау. Түнде өсіп жүреді. Қалай, амансың ба? Снайперді Сәке. Осы ғой енді. Қоя беріңіз. Өздерің амансыңдар ма айтыр? Жақсы. Не істеуші? Сәке,ошым не ғой? Бір сұрақ қойын сізге. Иә? Не ма? Вакцина салдырдыңыз ба? Ой, қойшы, қайдағы вакцина? Келінге сәлем салдырмай жатқанда. Салдырған жоқпыз yani, салып жатшамыз. Ошым Сәке, сол деген кәдімгі соңғы жаңалықтар естідіңіз ба? Жыр болып жатыр. Не болып жатыр дейді? Вакцина салмаған адам, алмаған адам бар ғой? Иә. Ол мынандай жерге кіре алмайды екен. Қандай жерге кіре алмайды? Шаштаразға, Иә. цонға, бассейнге, ошым магазинге, үлкен сауда орталықтарына, сосын ошым шаштараз барлығы бар ананың ішінде кәдімгідей. Қойшы. Иә? Мәс, саған ертең туалетке кіре алмайтын болдық қой. Неге? Енді туалетке соның ішінде емес пе енді? Бәріміз сыртында жүрмей жақ-жағалап. Маған үшін іштеме деп. Ойбай. Түрінші қара деп бар. Сәке, сіз қатырасыз кәдімгідей бар ғой. Сәке, вакцина негізі проблема емес, негізі вакцина алмай-ақ бір күшті жерлерге баруға болады негізі. Мен білем сондай жерлерді. Қойшы. Қай жерге? Не ма? Ауылды сағындыңыз ба? Ауыл дейтін, ауыл дейтін қатырасыз. Ауыл сағындыңыз ғой, да? Конечно, енді құрсын. Ондай уақытыңызда бетеріз. Таңертең 8-де мен осы жерге келем, сізді алып кетем, ауылдың иісін шығаратын керемет жерге апарам. Қойшы. Жақсы болды ғой. Нешеде? Таңертең 8-де. 8-де? Ал жақсы, таңертең 8-де, кешкі 8-де келіп тұрам, басын 4-3-те ұйықтай. Давай, шеге. Амансың ба, Сәке? Мына үйді бітіріп тейін мен.